Бүгін біздің тәрбие сағатымыз бір ерекше болайын деп тұр. Қалай ойлайсыңдар? Сендер үшін бір уайымдайтын адамдар болады, иә? Сендерден де қатты уайымдайтын адамдар. Ата-ана. Балалар, бүгін сендерге ерекше бір нәрсе дайындадық. Бұл сіздерді ең жақсы көретін жандардың жүректен шыққан тілектері, ниеттері. Бұлды алдында сіздерге бір мотивация, шынайы тілектер. Кімнен сол? Ата-аналарыңыз, аға әпкелеріңіз сізге арнайы хат жазды. Сізге арнайы хат жазды. Жақын адамдардың жағын сізге қымбат па, сізге көңілі қымбат па, әлде өмірі қымбат па? Көңілді бөлші жақынға, жанына жақында. Сәлем, Ернұр балам, қалың қалай? Сізде папаң екеуіміздің ата-ана бақытынды сезіндірген тұңғыш ұлымыз екенін, осы мектепте барғанда ақылды тентек едің. Ақылды, тәртіпті, білімді болып өсіп келесің. Біздің саған үлкен үміт артамыз. Артынан ерген бауырларыңыз қамқоршы, үлгі болуына болып, үлкендерді құрметте. Мынау алдағы келе жатқан үлкен сынақ ұбт-дан жоғары алып, қалаған жоғары оқуына түсуіңе тілектеспіз. Және қандай жағдай болсын, біз сені қолдаймыз. Саған тілегім, Алла тағалам жолыңды әрдайым ашық қылып, армандаған мақсаттарыңа жетіп, биік шыңдардан көріне бер. Сен қанша жасқа келсең де біз үшін бала болып қала бересің. Сәлеммен, ата-ана. Ұлыма хат. Арнұр балам, тұңғышым, жүрегімнің бөлшегі. Саған деген жүрек жарды, ақ тілегімді анан ретінде осы ақпаратқа түсірмекшімін. Сенің алдында ұзын, даңғыл жол жатыр. Бұл сенің өміріндегі алғашқы, ең үлкен белестердің бірі. Саған осы даңғыл жолдан еш тоқтаусыз өтуіңе тілектеспін. Алдағы ұбт-дан ең жоғарғы балды жинап, өзің армандағы мамандығыңа, оқу орныңа түсіп кетуіңе, грант иегері атануыңа әкең екеуміз тілектеспіз. Асқақ армандарың орындалсын. Ол үшін жатпай тұрмай, мойымай дайындалуың керек. Біз саған сенеміз. Сен білімдісің, сен ізденбассың, сен оқыптысың. Аллам тілегіңді қабыл етіп, армандағын ойларын, алға қойған мақсаттарың мен армандарың орындалсын. Сыныптастарыңа да сәттілік. Барлық арман мақсаттарының орындалуына сәттілік тілеймін. Ақ тілекпен, анан Әлия. Қызым, менің гүлім, менің жүрегім. Сен ғана кішкентай болып, небәрі 900 грамм болып туылып едің. Өте нәзік, әлсіз болып, өмірге келген кезің алдында ол сәтті ешқашан ұмытпайтын сәт. Сені Алладан ерекше сұрадым. Емесеріз болсын, ағаларыңа үстінде қамқоршы, тілекші болып өссін деп. Сенің әр күнің мен үшін өте бағалы, жауапкершілігі жоғары болды. Әр сәттегі демалысыңды тыңдап жаныңда болдым. Енді демалысыңды тыңдап жаныңда болдым. Енді міне сол сәттердің бірі артта қалып өмірдің кезекті баспалдағына аяқ басып өте жауапты кезең келіп тұр. Ол алтын ұя мектебімен ұстаздарымен, сыныптастарымен қоштасып жаңа бір өмірге өту кезеңі. Алда ұбт. Алтыным, сен осы уақытқа дейін бізді ұятқа қалдырған емессің. Сен ақылдысың, бәрінен абыроймен өтесің. Біз саған сенеміз. Артыңда сенің қолдайтын отбасың бар. Сенің жүрегің аппақ қағаздай таза екенін мақтанышпен айта аламын. Сен достарыңа өте сенімді доссың, сыныптастарыңды өте жақсы көресің, бәріне жақсылық тілеп отырасың. Сол қасиеттеріңді мақтан етіп айта аламын. Ол өте адамның жақсы қасиеттерінің бірі. Қызым, қызғалдағым, сенің
армандарың өте көп және сол армандарыңның биігіне жетуге тілектеспін. Жоғарғы екеніңді білемін. Алладан саған күнде сұраймын, тілеймін. Әрқашан жолың ашық болып, зейініңді ашсын. Ақ жол, сәттілік серігің болсын, ботам. Біз сені өте жақсы көреміз. Ақ күресің, анам.